АКШ президенті Дональд Трамп Вашингтон мен Тегеранның Ормуз бұғазы мәселесі бойынша келіссөздеріне Оман араласса, оған соққы беретінін мәлімдеді. Иран Оманмен бірге бұғаз арқылы коммерциялық кемелердің қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету мәселесі бойынша келіссөздер жүргізіп жатқан. Осы айдың басында Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи келіссөздердің соңғы кезеңіне жеткенін айтты. Алайда ол екі ел арасындағы кез келген келісім бұғаздың міндетті түрде қайта ашылатынын білдірмейтінін атап өтті. Сонымен қатар Трамп АКШ Ормуз бұғазын бақылауда ұстап отырғанын бірнеше рет мәлімдеді. Бұған Иран жауап ретінде бұғазды ашу немесе жабу туралы шешімді Тегеран өзі қабылдайтынын айтты. Соғысқа дейін Ормуз бұғазы арқылы әлемдік мұнай мен газдың шамамен 5-тен 1-і тасымалданатын. Ақпан соңында Ирандағы соғыстан кейін бұғаз іс жүзінде жабылды. АКШ пен Иран арасындағы меморандум бойынша Иран су жолын қайта ашуы керек, ал АКШ әскери теңіз блокадасын алып тастауы тиіс еді. Алайда екі тарап бір-бірін келісімді бұзды деп айыптап отыр.